Ассаламу алейкум көпшілік. Жақыннан бері Қытай коммунистік биліктің ақпараттық құралдарында Америка мемлекеттік хатшысы Помпео туралы жамандау, қаралау мақалалар жиі жарияланып кетті. Мысалы, Қытайдың CCTV арнасы, одан кейін халық газеті, тағы Хуанчжоу арнасы, осыларда Помпео туралы жеке шабуыл жасалып жатыр. Сонда Қытай билігінде Америка хатшысы Помпеоға сын айтып жатқан адамдар зады кім болды? Ал Помпеоға келсек, Помпео ақш-тың тарихындағы бірінші рет әрі CIA, яғни ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болған және мемлекеттік хатшысы болған осындай бір тұлға адам. Ал Помпеоның тұқымында итальяндық қаны бар. Помпео ақш-тағы атақты West Point әскери академиясын бітірген. Бұл академия былайша айтқанда бүкіл әлемде атағы шыққан әскери институт деп айтуға да болады. Осындай мықты даңқы жер жарған институттың өзінде Помпео өте оқуды жақсы оқыған, әрі классында оқу нәтижесі ең алдыңғы сапта болып, осындай өте озық нәтижемен бітірген. Оқу бітірген соң Помпео құрлық әскер армия офицері болып жұмыс атқарған. Ал ол кезде суық соғыс кезең еді. Яғни ақш пен СССР Союзадағы екі алып мемлекет бүкіл әлемді ұстап тұрған заман еді. Сонда Помпеоны демократия Германия мен Шығыс Германияның шекарасына қызмет атқаруға сол жаққа жіберіп, сол жақта біраз жұмыс сапарымен сол жақта қалып қойған. Артынан іле-шала орыс совет үкіметі ыдыраған соң яғни демократия Германия мен коммунистік Германия қосылып, Берлин қабырғасы құлап бір мемлекет болған соң Помпео қайтадан елге оралды. Елге оралған соң біраз көп уақыт өтпей әскери қызметінен Помпео пенсияға шықты. Помпео пенсияға шыққан соң тоқтап қалған жоқ. Ол оқуын жалғастырды. Харвард университетінде заң факультетінен докторантураны бітіріп шықты. Ол оқуды бітірген соң заңгерлік жұмыстарын атқарып жүрді. Кейін Помпео сол кездегі жұбайымен ажырасып, мәлім бір себептермен артынан заңгерлік жұмысын істеу өнінде бас тартты. Заңгерлік жұмысын тоқтатқан соң Помпео сауда саласына кірісуге ниеттенді. Ол өзінің бір жақсы досымен, яғни West Point әскери академиясында бірге оқыған бір жағы сабақтасы болатын бір кісімен бірігіп, алды артынан аэроғарыш корпорация компаниясымен мұнай жабдық өндіретін компанияларын құрды. Бұл бастаған бизнесте алғашында
онша ойындағыдай болмады. Бірақ қазір мына қайраттылығымен сол өз саласындағы жүрген үлкен бизнестермен танысты. Достасып, солардың көмегіне ие болды. Артынан іле-шала екінші әйелімен танысты. Оның екінші әйелі банк саласында жұмыс атқаратын. Осылай бизнес саласын атқарып жүріп, артынан саяси, яғни мемлекеттің саясатына ат басын бұрып кетті. Ол сайлауға қатынасып, алдымен Кансан штатының депутатын болуға тағайындалды. Осылай Кансан штатының депутат лауазымымен 3 жыл жұмыс атқарды. 3 жылдан кейін, яғни 2016 жылы Помпео мемлекеттік сайлауға қатысуға құқылы болды. Ол кезде Помпео Трамптың президент болуына қолдамаушы еді. Ал орнына Рубио деген қазіргі мемлекет депутаты, жұмысын атқаратын Рубио деген депутатты қолдаушы еді. Ал Майкл Рубио болса, ол да Қытай коммунистік биліктің мүддесіне қарама-қайшы келетін бір үлкен кедергі еді. Сол кезде бір конференцияда Помпео шығып сөйлегенде, қазіргі ақш президент Трампқа қарама-қарсы көп сөз сөйлеген еді. Ал сол жиналыста Трамптың өзінде отырып, осы іске куәгер болған еді. Қызық болғанда, ақш президенті Трамп президентке тағайындалған соң, орынбасар президенті Пенстен мемлекеттік хатшысын тағайындау туралы кеңес сұрайды. Ал сол кездегі Помпео Пенспен өте жақсы дос еді. Помпео өзінің ойын айтып, сол Пенс өз ойын айтып, ақш президентіне сол Помпеоды ұсынады. Осылайша Помпео мемлекеттік хатшысы орнына тағайындалады. Бірақ Помпео Трамптың үмітін селкей кетірген жоқ. Трамп президент болғаннан бері қасындағы қаншама басшылар жұмыстардан бәрін шығарып жіберді. Ал тек Помпео осы күнге дейін Трамптың қасында жүр. Трамптан сенімділікті сонша алған қазір Помпео әрі ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы, әрі мемлекет бірінші хатшысы. Трамп президент болған соң кезінде Трамп президент болудан бұрын
қарсы шыққан мемлекет басшыларын Трамп өзіне қарсы шыққан тұлғаларды мемлекет басшылық жұмысын атқаруға бас тартты. Ал осы кезде Помпео шығып Трамптың басқа адамдардың қарым-қатынасын түзеуге тырысып, Трамптың жұмысын жалғасуына үлкен қолдау көрсетті. Әсіресе Республика партиясы мен Демократия партиясының арасындағы қарым-қатынасты түзетуге Помпео үлкен көмегін көрсетті. Өйткені Республика партиясының мүшелері көпшілігі Трамптың президент болуына қарсы еді. Кейде Трамптың кейбір шешімдеріне Помпео қосылмай ашық бетіне айтып, қателіктерін түзетуге тырысатын. Ал ең соңында шешімді Трамп қабылдайды әрине. Кейде Трампты Помпеоның көзқарасына қарсы шығып, оның кеңесін қабылдамайды. Бірақ ең соңында және де Помпео Трамптың айтқанын орындайды. Яғни бір-бірімен өте дербестік жұмыс жасайды. Осылай Трамп пен Помпеоның қарым-қатынасы барған сайын нығая түсіп, бір-біріне деген сенімділігі барған сайын арта түсті. Алдында Помпео ұлттық қауіпсіздік комитеті жұмысын атқарғанда, мемлекет бас хатшысы болмай тұрғанда Тиллерсон деген сол кісі атқарған мемлекет хатшысының жұмысын. Ал Трамп Тиллерсонға онша сенбейтін. Ал Помпео Трамптың сенімділігін алған соң, Трамп Тиллерсонды жұмыстан шығарып, мемлекет хатшысы жұмысына Помпеоны тағайындады. Бір қызығы, ақш-тың ақорданың ішіндегі барып айналып, миллионерден ақша берген. ақш-та Демократия партия мен Республика партияның үлкен айырмашылығы, яғни Республика партия мемлекеттің мүддесін, яғни ақш-тың мүддесін бірінші орынға қояды. Ал Демократия партия болса, олар бүкіл әлемнің мүддесі бірінші орында деп солай есептейді. Қытайдың халық сайтында былай бір мақаланың тақырыбы былай жариялады: Помпеоның үстемдік саясаты Американы тағы жандандыра ма деп. Бұл мақаладан білетініміз тек эмоцияларға берілген, ешқандай ақыл сараптамадан өтпеген, соны көруге болады. Өйткені Помпео Қытай коммунистік биліктің көптеген іс-әрекетіне күмәндікпен қарайды. Яғни Қытай коммунистік билікке сенбейді. Яғни Қытай коммунистік биліктің сұрқия саясатын өте жақсы біледі. Ал Қытай коммунистік билік болса, өзінің сұрқия саясатының ашылып қалуына, паш болып қалуына қатты алаңдату білдіреді. Сол үшін Қытай коммунистік билік барынша өздерінің ақпараттық құралдарына барынша Помпеоды қаралауға күш салуда. Яғни Қытай коммунистік билік ақпараттық құралдың
басқару арқылы бүкіл өздерінің 1 миллиард 400 миллион халықтарын миын жуып, өздерінің айтқанына сендіріп, бұйрықтарына көндіріп, былайша айтқанда өз халқын құл ұстап отыр. Осылайша Қытай коммунистік билік өз халқын Американың саясаткерлеріне, басшыларына қарсы қою арқылы өздерінің Америка басшыларының ренжісін оларға көңілдері толмайтын екенін білдіру. Сонымен жақыннан бері бүкіл әлем, жалпы Америка батыс елдері Қытай коммунистік биліктен төлем талап ету. Осы үлкен қысым қазір Қытай коммунистік биліктің барар жер басар тауы қалмаған бір мүшкіл жағдайға жеткізді. Сол үшін Қытай коммунистік билік қазір барынша сол ақш хатшысы Помпеоды қаралау, төмендету, оны жала жабу арқылы өздерінің 1 миллиард 400 миллион халқына өздерінің қылмысын жасырып, өздері пәк екендігін, өздерінің халқын миларын жуып, солай өтірікті шын қып, шынды өтірікке айландырып, солай халқы миларын жуып отыр. Бүкіл әлем Қытай коммунист билікті қыстаққа алып, Қытай коммунист биліктің қазіргі мүшкіл жағдайы тек сол Қытай коммунистік биліктің басшылығындағылар ғана біледі. Ал жай қарапайым бұқаралар оны мүлдем білмейді. Олар тек қана өз Қытай мемлекетін бүкіл әлемді былайша айтқанда басқарады деп, солай халықтары солай сеніп отыр. Өйткені олардың экономикасы болсын, әскери күші жағы болсын, бүкіл әлем бойынша қазір 2-ші орындамыз деп сенеді, әрі солай ойлайды, әрі бұдан былай бүкіл әлемді біз жаулаймыз деп бүкіл халық солай сенеді. Қытай коммунистік биліктің ақпараттық құралында Помпеодің сасық таңқы, яғни осындай жасаған лас жұмыстары Американ тарихында мәңгілік қалады деп солай ескерту жасаған екен. Ал шындап келген кезде Помпео кім екенін Қытайдың халқы болмаса Қытай коммунистік билік тағайындамайды, ал оны Америка халқы баға береді. Вашингтон газетінде Помпео Америка тарихындағы ең нашар хатшы деп бір мақала жариялаған екен. Ал бұл мақаланы Қытай коммунистік ақпарат құралдары алып, яғни Помпеоды өте нашар, өте төмен дәрежедегі адам екенін дәлелдеп өз халқына көрсетпекші. Ал шын мәнінде Вашингтон посттың ондай мақала жариялауы негізі санасы бар адамдар үшін ол тек Американың демократиялы мемлекет екенін, сөз еркіндігі бар екендігін бір нышаны деп білуге болады. Ал Қытай халқы егерде Қытайдың сыртқы істер министрлігі Ван осылай қаралап, мысалы, жала жауып, болмаса ақпарат құралдарында сондай бір қаралаған жала жапқан мақалалар шықса, онда сол адам болмаса сол үйім міндетті түрде қамауға алынып сотталады. Ол мемлекет бөлшектеу деген сондай жала жабылады, әбден мүмкін. Ал Қытай коммунистік биліктің өз ақпарат құралдары осылай Американың басшыларын, мейлі бас хатшысы болсын, президент болсын, орынбасар президент болсын, басқа министрлер болсын, осылай қаралау, төмендету арқылы өздерінің халқын өздерінің өтіріктеріне сендіру. Бұл баяғыдан бері келе жатқан
Қытай коммунистік биліктің осындай бір қолданатын тәсілдері кезіндегі Мао замандағы сондай бір Қытай коммунистік жүйенің сондай бір шетіне жеткен сондай бір дәуір қайтадан келді деп солай түсінуге болады. Яғни Қытай коммунистік биліктің бір шектен шығу жүйесі сол 50 жылдың артына қайтадан шегінді деуге болады. Сол саясат келіп енді Қытай коммунистік биліктің жалпы түбіне жетуі әбден мүмкін деп түсінуге болады. Бұл мәтінді дайындаған Алаш Орда